Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 2 кітап күні. Бірінші тапсырма тыңдалым. Аудиожазбадан кітап туралы ой мәтінін тыңдап, негізгі ойды жетекші сұрақтар арқылы анықтаңдар. Сұрақтар. Бірінші, кітап жаһанның басты жаңалығы деген пікірмен келісесіңдер ме? Екінші, кітаппен достасудан қашқақтап, әр парағын жұлып, қор қылып ұстайтын адамдар туралы не ойлайсыңдар? Үшінші, мәтін авторының құрбысы сияқты барлық кітапқа аянышпен, жанашырлықпен қарайтын достарың бар ма? Төртінші, шын достықтың, ізгі ниеттің, терең ойдың, асыл сөздің қадірін бағалай алмағанымыз ұят қой. Осы сөздер сендерге қандай ой салды? Сұрақтарға жауап. Бірінші, кітап жаһанның басты жаңалығы деген пікірмен келісемін. Себебі кітап арқылы білім беріледі, ашылған жаңалықтар жарияланады. Екінші, ондай адамдар кітапты оқымайтын надан адамдар болуы мүмкін. Олар кітап қадірін білмейді. Үшінші, менің де кітапты сүйіп оқитын, кітапқа жанашырлықпен қарайтын достарым бар. Төртінші, бұл сөздердің мәнін түсіну үшін адамның пайым парасаты, оқыған-тоқығаны көп болуы керек деген ойдамын. Екінші тапсырма. Достарыңмен ең соңғы оқыған кітаптарың туралы сұхбаттасыңдар. Сәлем достар, біз Бердібек Соқпақбаевтың Бастан кешкен атты кітабы туралы сөз қозғасақ қайтеді? Сендерге шығарманың қай тұсы қатты әсер етті? Арман. Шығарма өте қызық, маған қатты ұнады. Ерекше әсер еткен тұсы бас кейіпкердің анасы өмірден өткендегі жан тебіренісі. Ол неге адамдар өледі екен? Біраз жылға жоқ болып кетіп, араға 10 жыл салып па, қайта оралатын болса ғой шіркін. Сосын сол күнді күтіп жайбарақат өмір сүріп жүре берер едің деген тұсы. Расында бұл сөздер 10 жастағы баланың анасына деген ерекше сүйіспеншілігін, анасына деген шексіз махаббатын көрсететін жан айқайы ғой бұл. Әсем, дұрыс айтасың, шынында да өте әсерлі. Жазушы өз ойын ашық көрсетіп шебер жазған екен. Аяла, маған бұл шығармада жас балалардың тойып тамақ ішпей, аш құрсақ жүрсе де, оқуға деген ынтасы жоғары болғаны қатты әсер етті. Келісемін, қазіргі уақытта барлық жағдай жасалса да, оқудан жалтаратын балалар аз емес. Осының қадірін білуіміз керек, достар. Тілдік бағдар. Себеп-салдар істеулері қимыл, іс-әрекет, амалдың болу-болмау себебін немесе салдарын білдіріп, не себепті, неге деген сұраққа жауап береді. Себеп-салдар істеулерге жататын сөздер мыналар: босқа, амалсыздан, бекерге, текке, лажсыздан, құр босқа, шарасыздан, жоққа, тағы басқа. Үшінші тапсырма. Кітап досың, ұстазың, кеңесшің, ақылшың тақырыбында жинақы мәтін жазыңдар. Жинақы мәтінге себеп-салдар істеулерін қатыстырыңдар. Кітап сырласатын дос, білім беретін ұстаз, ақылшың әрі кеңесшің. Үнсіз ғана сенімен сырласып, өмірдің қыр-сырын ұғынуыңа көмектеседі. Жаныңа рухани азық бере отырып, тура жолды табуға жөн сілтейді. Қиялыңа қанат бітіріп, арманыңа қарай самғауыңа да жол ашады. Оқыған сайын жан сарайың ашылып, білім нәрімен тереңнен сусындайтының анық. Әрине, бұл сезімдер кітапты шын сүйіп оқитындарға таныс. Егер оны амалсыздан оқитын болсаң, босқа әуре боласың. Еңбегің текке кетеді деп біл. Бесінші тапсырма. Жазылым. Берілген даналық сөзді жаттап алыңдар. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге, артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге. Абай Құнанбаев. Абайдың өлеңіне қатысты түсіндірме жазыңдар. Абай сөздері түсіндірме. Пайда ойлама, ар ойла. Ар ұятты бірінші орынға қою керек. Пайда үшін ұяттан безінуге болмайды. Талап қыл артық білуге. Білуге деген талап күшті болу керек. Артық ғылым кітапта. Кітап оқу арқылы көп нәрсені меңгересің. Ерінбей оқып көруге. Кітап оқуға ерінбеу керек.